Сәлем достар, бүгін осындай тез дайындалатын заварной крем дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм қант, 2 жұмыртқа. Осыны жақсылап араластырып аламыз венчикпен. Екі ас қасық ұн қосамыз. Сосын ванилин, бір пачка. Жақсылап араластырып, осындай масса дайындап аламыз. Отқа 500 мл сүтті құйып, жаңағы дайындаған массамызды құйып араластырамыз. Венчикпен жақсылап бірыңғай қылып араластырып аламыз. Оттың астын орташа қылып ақырындатып, креміміз қоюланғанша дейін араластырып тұрамыз венчикпен. Міне осылай қоюланып жатыр. Қоюлығы осындай болу қажет. Қатты қою қылып қажет емес. Осылай жақсылап араластырып, міне осындай қоюлық қажет. Болды, оттың астын өшіріп, кремімізді басқа ыдысқа құйып аламыз. Тез суға да жақсы. Пищевой пленкамен осылайынан кремнің бетін жауып қоямыз. Міне осындай крем болып шықты. Өте жұмсақ, өте нәзік, тез дайын болатын заварной